Шығыс Қазақстан облысы бойынша коронавирус індеті бойынша эпидемиологиялық жағдай нашарлап кетті. COVID-19 бен науқастанудың өсімі ескеріліп отыр. Соңғы аптада ол 9,3%-ды құраған. 28 мамырда тағы 23 оқиға тіркелді. Осылайша барлығы 97 оқиға. Осыған орай облыстың бас мемлекеттік санитарлық дәрігерінің жаңа қаулысы қабылданды. Оған сай, бүкіл Шығыс Қазақстан облысы бойынша шектеу шаралары 13 маусымға дейін жалғасады. Все мероприятия, которые были ранее, они сохраняются. Бұрын ендірілген шаралар сақталады, блокпосттардың тәулік бойындағы режимі де сақталады. Бұрын ендірілген шаралардың барлығы сақталады. Әлеуметтік қашықтандыру, бетперде режимі күшінде қалады. Тұрғындар бұрынғыдай бетперде режимін сақтауға міндетті. Қоғамдық орындарда, сауда кәсіпорындарында, барлық мекемелерде, ұйымдарда. Нысандардың барлық түрлері үшін талаптар қатаң сақталады. Олар қызметкерлер термометриясы, өткір респираторлық вирустық инфекциясы бар жұмысшыларға жұмысқа рұқсат бермеу, жұмысшылардың денсаулық жағдайларын бақылау, күшейтілген сандез режим, яғни желдету, антисептиктерді, бетперделерді қолдану, дезинфекциялық құралдарды қолдану. Барлығы өз күшінде қалады.